Сарбаз болу отан алдындағы қасиетті парыз. Бұл жолды жүріп өткен әрбір азамат елдің тыныштығы үшін тер төккен қаһарман. Бүгінгі бағдарламамыздың кейіпкері генерал-лейтенант, мемлекет және қоғам қайраткері, әскери білімнің жанашыры Абай Тасболатов. Қош келдіңіз, аға. Дұрыс. Мынау Қожаберген батыр, Қожаберген жырау Елімайдың авторы ғой, баба тілінде айтады ғой. Батырлығың не керек? Байсалдығың болмаса, ақындығың не керек? Айтардың болмаса, айтатын көп қой шіркін-ай. Бірақ сарбаз деген әсіресе қазіргі уақытта мына әлемдегі жағдайларды білеміз. Мынау еліміз, халқымыз аман есен болатсын десек, сол дайындық дұрыс болу керек. Мен ойлаймын, қазіргі уақытта осы қайтадан өмір қайтадан келсе, жастық келсе, мен тағы да сарбаз болар едім. Неге десеңіз, оның осы жетістікке жеткенім сол сарбаздың старты. Сол сарбаздағы болғаным. Тәртіп па? Тәртіп. Оның тәрбиесі ма? Тәрбие. Оның мынандай жақсылығы, дене шынықтыру. Соның ішінде барлығы. Содан кейін бұлай қарасаң, сағатты бағалау. Уақытты үнемдеу. Сағатты, уақытты бағалау. Апырмай, әлі күнге дейін солай жүрміз ғой. Ол сол сарбаздың уақытынан. Сол сарбаз болған уақытыңыздағы бір ерекше оқиғамен бөлісіңізші? Есіңізде қалған? Енді көп қой, бірақ соның ішінде бір ерекше есіңізде қалған. Енді соны айтайын деген, әлгі патруль. Патруль, бізде әлгі патруль о кездерде повязкамен патрульде жүреді ғой. Соны мен ұйықтап қалдым бір рет. Жалпы сарбаздың қаруы тек мылтық емес, иә? Нағыз сарбаздың қаруы білімі мен ақылы. Сіздің ойыңызша қазіргі офицерлердің біліміне көңіліңіз толады ма? Енді барлығынан жамандай бермек, бірақ соның өзінде де ол да дұрыс айтып жатқаныңыз. Мынау жаңа әлгі айтып жатқан интеллект, жаңа жасандылар, жасанды сол бағыттағы қазіргі уақытта. Мына оқу орындарында міндетті түрде ана оқу бағдарламасына оны кіргізу керек. Оған қорықпау керек, оны тездету керек, оны кадрларды дайындау керек. Неге десеңіз, мен қазіргі уақытта қазинжинирингте мен өзім, өз басым, главный научный сотрудник дейміз по оборонным исследованиям. Сол ана дроны, беспилотный летательный аппараттарды соны қазір зерттеп жүрміз. Бірақ зерттеп тұрып, соған қарулы күштеріне келеді. Біздің ұлттық ұланға да бәріне қазір соған сондай бағытта жұмыс істеп жатыр. Бірақ оны сарбаз, бірақ оны офицерлер соны қолданады ғой. Оны қолдану үшін оған білім керек. Оған білім керек, жай шейін емес, оған оқу керек. Оғанан сол айтып отырған бағдарлама, оның курсы болсын, қайсысы болсын, соны кіргізу керек. Өзім енді училищенің бастығы болдым, білесіздер, академияның бастығы болдым. О жағынан енді хабарым бар. Тезірек, міндетті түрде сондай бізге өзгерістер кіргізу керек, жаңа өзгерістер. Енді өмірдің ағы көрмейсіздер ме? Бұрын кездерде кім білген, мың ұйықтасаң түсіңе кірмейтін мынау қазіргі дроны. Дронымен қаншама адамдарды қиратып, танкілерді қиратып жатыр. Сонда қазір міне соғыс шайқас танк емес, ал дроновый сондай бағытта болып отырмыз. Дұрыс айтасыз, соған байланысты қазір білім керек. Оған қайсарлық керек, оған терең білім керек, жай шейін емес. Вот қазір сондай уақыт, жаңыз автомат, дұрыс айтасыз, автоматпенен анау пулеметің ол аз білім керек. Және мынау өмірдің ағының білімі керек. Әскери тәртіптің адам тәрбиесіндегі рөлі қандай? Патриоттық сезім, патриоттық тәрбие. Оның бағыттары көп қой. Соның әлгі, біз айтамыз, тарихта. Оның ең басы мәселе, бүгінгі де сол тақырыптағы бүгінгі. Анадағы тарих, мына бүгінгі күнгі тарихты білу. Солай ма? Содан кейін оның бағыттары тағы да бар. Салт дәстүр, әдет ғұрып, өзіміздің тіліміз, дініміз білу. Білу. Үлкендерді сыйлау. Біз үлкендерді жастарға қолымыз үшін беру. Сол кішкене бізде ақсап жүреді. Үлкенге құрмет, кішіге ізет дейсіз, содан басталады дейсіз. Жалпы ұлттық ұлан туралы айтты, басында. Ұлттық ұлан бұл жай ғана әскер емес. Қоғамдағы маңыздылығы қандай? Ол мағынасы былай. Обеспечение дейді, оны общественная безопасность. Общественная безопасность қоғамның қауіпсіздігін қамтамасыз ететін тікелей сол мына ұлттық ұланның мақсаты сол. Олай болатын болса, ол халықтың арасында
қоғамның арасында тәртіпті бұзбасын, соны бақылауға оған үлкен жауапты бұл еңбек олардікі, әскери қызмет. Соған байланысты мына қалада қай жерде болса да мынау патрульдер жүргенде қарап тұрасың, қарап жүресің, оның формасын, оның жұмысын, оның еңбегін, оның әскери қызметі қалай болып жүрген. Ол енді мен айтайын дегенім, қай жағынан болса да білімі де болу керек, тәрбиесі де болу керек, дене шынықтыру жағы да мықты болу керек, шымыр болу керек. Ұлттық ұлан деген ол да оңай емес, оның подборы сол. Біз депутат болып жүргенде, депутат болғанда сонан заң қабылдағанда, сол жағынан біз өзгеріс кіргізгенбіз. Қаулыны да оны бақылап біздің үкіметтің кімді алады? Қарулы күштерінен таңдайды ғой, не болғанда комиссиялар, сонда кімді алу керек ұлттық ұланға. Жалпы Қазақстан Республикасы ұланның бұрынғы қолбасшысы ретінде жастарға, жас сарбаздарға ақыл кеңесіңіз? Иә. Қолбасшы ретінде? Иә. Ең басты мәселе бар ғой. Қолбасшы береді. Иә, 6 жылдай қолбасшы болдым республикалық ұланның, енді оғанда тәуба, мен қуанамын. 6 жылдың арасында қаншама сол ұландықтарды да дайындадық. Сосын мына ұлттық ұлан қазіргі бұрын внутренний войска дейміз, ішкі істер әскері, онымен қатынасымыз өте, қарым-қатынас өте жақсы болды. Ана училище, ол институт, неде қазір академия болған Петропавлда, оның әлгі бағдарламасын, оқу бағдарламасына соған үлес қосқанда мен енді кішкене болса да тәжірибем болды ғой. Содан кейін оның командирлері көбінесе менің шәкірттерім. Ал енді айтайын дегенім, ең басты мәселе адал болу керек. Адал. Содан кейін білім. Абай Бөлекбайұлы, бізге уақытыңызды бөліп келгеніңізге көптен көп рахмет айтамыз. Сіздің өмір жолыңыз көптеген жастарға үлгі. Бізге келгеніңізге көп рахмет. Құрметті көрермендер, бүгінгі бағдарламамыз осымен тәмам. Келесі кездескенше ел аман, жұрт тыныш болсын.